Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен майға қуырылмайтын, өз витаминін өзіне қалатын, жылдам әрі тез дайын болатын дәмді тағам жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, және де арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен үйіңізде не бар? Сол бойынша бар көңілдерді шығарып турап аламыз. Үйде дым болмағанда тек картоп, пиязбен ғана жасауға болатын өте дәмді тағам. Мен бүгін үйде бар көңілдер картоп, пияз, сәбіз, капуста, қызанақ, чеснок алып, ашып, жуып турап аламыз. Баклажан болса, оны да қосуға болады. Бәрін турап аламыз. Табамыз құрғақ болу керек, және барлық көңілдерді турап табаға саламыз. Тұз, бұрыш, дәмдегіштерді де қосамыз. Сұйық майды соңында үстінен құйып шығамыз. Осылайша бетін жауып бұқтырамыз. 5-7 минут өткен соң оттың астын жай отқа қойып 20-25 минутқа бұқтырып қоясыздар.